Олар ел жұрт емес қой, бәрі аудан тұрғындары. Бірі бауырымыз, бірі жолдасымыз дегендей. Біз де ұяттылық істеп тұрған жоқпыз ғой. Ұяттылыққа бармағанымызды білем. Иә. Не істеп тұрсың? Тісіңді неге жумайсың десің. Қайтсам ба? Biraz жіберсек. Так кеттік. Чеснок. Ұят емес қой, бірақ құпия. Бұлай көрінген жерде болмайды. Ал мұнда болады. Не болды? Айтатын сонша сөзің бар еді. Үндемей қалдың ғой. Сен не? Айт. Демек, бұл жерде де болмайды деген сөз. Озан. Жеміре. Болды, сөйлеспейікші енді. Жарайды. Мүлде үндемей қалдың ғой. Не деймін? Қайдан білейін, айтатын сөз табасың ғой әйтеуір. Үйден әрдайым емес қой. Бірдеңе сұрайыншы. Не сұрайсың? Біздің бәсіміз не болды өзі? Кім жеңді? Меніңше тең түстік. Сонша еңбегіміз зая кетті ғой. Жарайды онда. Сен жеңген бол. Саған қол жеткізгеннен кейін мұны өмірде одан артық жеңіс бар ма? Ал мен неге қол жеткіздім? Оны патша көңілің айтсын. Маған берген уәдең бар еді ғой. Қандай уәде? Ұмытып қалдым ба? Терраса. Бәрекелді, терраса. Ертең кешкісін маған дастархан жаяды. Ойпырмай, қандай терраса еді? Қалай ұмытпайсың, иә? Жарайды, сөзім сөз. Шынымен бе? Иә? Жақсы. Озан? Бұған бірдеңе болған екен. Маған ғашық па сонда, Озан? Жағдайың қалай? Жақсы емес. Бірақ осылай тамаша. Не болды, бауырым, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс. Рас, жағдайым өте жақсы. Бәрі жақсы ма деп сұрап қоймадыңдар ғой. Жақсымын, жақсы, өте жақсымын. Бәрі керемет, рас айтам. Жетер енді. Болды, жетер. Жарайды енді, болды, жақсы. Озан, Рия, біз кете берейік. Жарайды, сау болыңдар. Жақсы. Жүр, бауыр. Вауырым деш. Вауырым. Валяна. Жүр, бауырым. Қайда? Сен қайда десең, сонда барайық. Қайда барам десең, сонда. Жүр. Бүгін, дәл қазір, сен қайда барам десең, сол жерге барамыз. Қарның аш па? Сен олар емеспін. Үйін басып алған несі? Рас солай болды. Бұл Озанның жанына қатты батты әрине. Түрінен ақ белгілі. Иә? Кілт жоқ па? Есікті қағып көрші. Неге? Қағып көрсеңші. Әке? Қызым.
Ол дауыс та естілді ғой. Қайдағы дауыс? Жігітім кеше түнде ішіп едің ғой. Бұл сол мастықтың салдарынан ыңырсып жатқан өз даусын. Қане тұр, шай демдедім. Омар, тұра тұрсаң атпай басымды қатырма. Жарайды жігітім, мен тұра тұрам. Сен айтасың, қане. Не айтам, бауырым? Кеше сандырақтаған әңгімеңді айтасың. Не сандырақтадым? Өзің айттың ғой, үйге баса көктеп кірді деп. Аха, қайтадан. Өзің айттың ғой, үйге баса көктеп кірді деп. Қане, білгім келіп өліп барам. Тұр енді, айт. Құдайым-ай. Қане жігітім, айтшы бәрін. Қане. Ой, тек қызыл уже. Әкешім. Рахмет. Рахмет, қызым. Не дегенім? Түнде жайлы ұйықтадың ба? Тым жайлы деуге болмайды. Бірақ сені көрдім ғой. Неше күннен бері бірінші рет алаңсыз ұйықтағаным осы. Келетініңді неге алдын ала айтпадың? Тосын сый жасайын дедім. Шынында тосын сый болды. Олай болса, көзіңдегі қуаныштың себебі мен ғой. Одан басқа не болуы мүмкін? Білмеймін. Кеше түнде тым кеш келдің. Сыртта болдым. Кіммен? Шынымды айтайын ба, әлде сенің ойынға сыймайтын өтірік айта салайын ба? Солай. Саған шынымды айтайын ба, әлде сенің уайымға салмайтын өтірік айта салайын ба? Меніңше шыныңды айтқаның жөн. Омармен бірге болдым. Әке? Иә. Ештеңе айтпайсың ба? Сенің ол бұзықта не шаруаң бар, анау мынау деген сияқты бірдеңе. Айтпайсың ба? Жоқ. Айтпаймын. Неге? Ол туралы қателескен екенмін. Сол үшін. Сонда ойыңды не өзгертті? Иә, әу баста қайдағы бір сандалбай дегем. Яғни бұзақ сияқты бірдеңе. Бірақ одан кейін ойланып қарасам кәдімгі нағыз жігіт екен. Ақыл есі орнында, әрі мықты бала. Тосап жейсің бе? Қарай көр, үйге баса көктеп кіру деген не сұмдық? Таң атпай айқайламаш, басым ауырып тұр деймін саған. Мен бұлай қарап отырмайым. Барам да оның аузы мұрнын бет қылам. Оның бет аузын бытшыт қылам екен ғой. Дейді болады енді. Так, давай кеттік, аха. Оның бет аузын бытшыт қылам. Омар тып-тыныш қана үйде отыршы, Құдай үшін. Кел, мына жерге отыр. Жігітім, сен мені мазақ қып тұрсың ба? Келеке қып тұрсың ба? Айнала-айнау мұны жайына қалдырамыз ба? Мазақ қып тұрғам жоқ, бауырым. Ол адам әуелі ақшаны беріп жатып, алдыма қару қойды. Сонда не жаның, не ақша деді ғой, иә? Былай деді, бауырым. Бізде солай, егер саған ұнамаса, барда дау жанжалды басып. Дау жанжалды. Дік-дік-дік-дік. Ұнамаса, давай, егерден кейін ба? Аха. Саған ұнамаса барда дау жанжалды басқа жақтан ізде деді. Жоқ, бұл маған ұнамайды. Қазір барамды оның бет аузын бытшыт қылам. Омар! Омар, кімге айтып тұрмын? Құдай үшін тоқташ. Омар, тоқта деймін саған. Сені ме? Ал жақсы, мен кеттім. Рүя, жұмыс мәселесін не істедің? Бір газетте заңгерлік теңіз айдарын жүргізем. О, бұл қуанышты жаңалық қой. Ақша тапсам, одан да қуанышты жаңалық болар. Иә. Бәрі менің кесірімнен.
Әке, менің олай дегім келген жоқ. Мен әлі жұмыс істеймін, ақша табам. Оның үстіне әр күнімді өзім көремін. Әр күнімді? Ой, әрді қайдан алдым? Оның үстіне өз күнімді өзім көремін. Күн көре аласың ғой, иә. Яғни, мен болмасам да... Әке, қайдағы жоқты айтпа, не деп кеттің өзің? Жай айтқаным ғой. Үрия, мен біраз уақытта алыста болуым керек. Яғни, жұмыс бабымен. Қайда барасың? Берлинге. Бұрынғы серіктесіммен бір жұмыс бастағалы жатырмыз. Мұны қайдан шығардың? Әке. Қызым, жағдайды түзетуге тырысып жатырмын. Барымды салған түрім ғой. Үрия, саған шынымен жарқын болашақ бере алсам деп едім. Бірақ қолымнан келмеді. Көп қателестім. Опасыз біреулерге сенім артып қателікке ұрындым. Мені кешірші. Әке, сен жамандық істеген жоқсың ғой. Ақшамнан айыр. Ой, ақшамнан деп қойдым, ақшамнан айыр. Қайтадан не деген